Қазақ жауынгерлерінің Наполеон әскерімен шайқасы. 1995 жылы Франция Ватерлоо шайқасының 180 жылдығын атап өтті. Бұл салтанатты шараға көптеген елдерді, сонымен қатар Қазақстанды шақырған. Қазақстанның мемлекеттік делегациясы Францияға салтанатты шараға 30 жылқы, 6 зеңбірек, 8 киіз үй әкелді. Парижге келгеннен кейін театрдың дәл ортасына қазақтың киіз үйлері орнатылды. Салтанатты жиын кезінде қазақстандық делегация мүшелерінің бірі аудармашы арқылы сұрақ қойды. Ватерлоо шайқасына қазақтардың қандай қатысы бар деп сұраған кезде француз генералы былай жауап береді. Қазақтар 1812 жылы Наполеон әскерлерінің Ресей жеріне жылжуына кедергі болған. Франция архивтерінде осы шайқасқа қанша адам қатысқаны, қанша тұтқынға түскені тағы да басқа туралы мәліметтер жинақталған. 1812 жылы 14 қыркүйекте Наполеон Мәскеуді басып алып, сол жерде 34 күн болады. Кейінірек француздар белгісіз әскерлерден күтпеген соққыға түсіп шегуіне мәжбүр етті. Орыс патшасы Александр I қазақ ханынан көмек сұраған екен. Қазақтар 100 мыңға жоқ әскер бөлді. Француздар мұндай күшке қарсы тұра алмай Смоленск қаласына дейін қуылды. Кутузов Мәскеуге тек қазақ-башқұрт әскерлері оны француздардан босатқаннан кейін ғана кірді.